Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, балалар және әділ қазылар. Бүгінгі біздің мектебімізде ұйымдастырылып отырған үлгілі отбасы атты сайысымызға қош келдіңіздер. Таныстыру бөлімін бастаймыз. Ең бірінші таныстырып өтетін біздің Көмекбаева Жәудір апайымыздың отбасы. Қарсы алыңыздар. Армысыздар, баршаға сәлем бердім. Үлгілі отбасы сайысына бізде келдік. Есімім Жәудір, Ермек қызы мен боламын. Қазақтың салт-дәстүрін ұстанған келіннің бірі. Кішіпейіл ақжарқын мінезі бар. Қараңыздар, Асылхан атты ұлдарыңыздың отбасына. Қыздарым, Жансезім, Әйгерім, Ұлдана және ұлдарым Нұрислам, Жансерік, үздік бала. Мақтаншым тәртіпті өздері дара. Орта жүз Қоңырат елден бізде келдік. Әрбір істен шаттана қуат таба. Отбасымыз мерейлі, қарапайым, білетұғын әрқашан өмір жайын. Ынтымақпен сыйластық ұранымыз, күш беретін әрқашан бізге дайым. Біздің ұранымыз бәріміз үшін, бәріміз үшін. Отбасы адам өміріндегі ең маңызды нәрсе. Отбасы қиналғанда, қайғымен қуанғанда, қуанышыңа ортақ болатын аяулы жандар. Отбасының тірегі сүйіспеншілік, бірлік және сезім. Отбасы жоқ адам қанатсыз құспен тең. Ал бірін-бірін сүйіспеншілікке бөлеп, бақытқа бөлеп отырған отбасы бар адам, ол өте бақытты жан. Мен бақыттымын, себебі менің қасымда ата-анам, отбасым бар. Менің асқақтау әкем мен аяулы анам бар. Мен барлық отбасыға бақыт тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.